мына елім меніңнің принципі. Жер вообще жекеменшікке сатылмау керек. Түсіндіңіздер ме? Тек қана арендаға беру керек. Сосын мына Англияда вечное пользование дейді. Жерді жекеге сатпайды Англия. Вечное пользование алады. Королеваның өзінің жері жекеменшік емес. Ол тек өмір бақи қолдануға алған жерді. Сіз үстіне не саласыз? Замық саласыз ба, крепость саласыз ба, кірпішпен нетіп бұзып алып кете беріңіз. Бірақ жер мемлекеттікі. Біздің Қазақстанда да солай болу керек. Қазір біздер Қытай кіріп жатыр біздің жерімізге. Қытай біздің азаматтығымызды алып жатыр. Мен қазір мақала дайындап жатырмын. Қалай Қытай қазақтың жерін қалай сатып алады деген. Мысалға айтайық, мына сізде мысалға 100 гектар жер бар, жеке меншігінде. Бұл кісіге айтады, Қытай келіп айтады, $100,000 беремін дейді сізге, әр гектарыңызға. Осы 100 гектарыңызға $100,000 беремін. Адам не істейді? Ерболат Англияға көшіп кетеді. Адам не істейді? Жерін сатады. Сондықтан жер, өзен, көл емес, тек қана өзен, көл емес. Вообще жер халыққа сатылмау керек, қазаққа да сатылмау керек. Тек қана пайдалану керек па? Өмір бақи пайдалануға ал жерді. Ешқандай жерге не жоқ жаңағы. Солай айтылды емес пе? Ешқандай жерге ондай айтылған жоқ. Жер жекеменшік 26 миллион гектар жер жекеменшікте жатыр. Ауыл, өзендердің шеттері, таудың бөктерлері жекеменшікке сатылып кетті. Ауылға барғанда айтады, шабындық не жоқ дейді. Жайылым жер жоқ дейді. Қайда ол жерлер? Ол жерлердің бәрін жекеге сатып жіберген. Вот мәселе қайда жатыр, жолдастар? Сондықтан аграрлық саясаттың ең негізгі мәселесі бұл жерді жекеменшіктен қайтару, мемлекеттің меншігіне қайтару и жерді айту керек. Жер ешқашан жекеге сатылмайды деу керек. Мына өзбектер жер емес, тіпті жердің шаңын да сізге сатпайды. Ал қараңыз, үйіңізді бұзып алып кетіңіз дейді өзбектер айтады. Көшкенде Қазақстанға көшкенде қазақтарға айтады, үйіңді бұзып алып кете бер дейді. Жерді сата алмайсың ешкімге. Жер мемлекеттік. Жер сатылмайды. Ресей жер сатпайды, қырғыздар жер сатпайды, тәжіктер жер сатпайды. Тек қана Қазақстан ғана жерді сатып отыр жекеменшік. Эмират сатпайды дейсіз. Көрдіңіздер ме? Ешкім сатпайды. Енді ары қарай қысқа аграрлық саясатта біз не істейміз, егер билікке келетін болсақ? Ауылға біз кредит беру дегенде ол бос сөз. Ауылды қарызға батыру ол деген, кредит беру деген. Субсидия деген бәрі неге? Жердің астына өтіп болды, жердің астына кіріп жатыр субсидия. 200 миллиард теңгеден артық субсидия беріп жатыр. Қайда кетті ол? Ауыл шаруашылығы дамып жатқан жоқ. Сондықтан не істеуіміз керек? Колхоз, совхоздарды баяғы 91 жылғы границаларды қайттан орнатуымыз керек біз. Түгел мемлекеттің қаржысымен бәріне жаңағы трактор, комбайн, автомобиль бәрін толтырып халыққа беру керек. Жұмыс істеңіз, еңбек етіңіз. Ауылдағы жұмысшы кем дегенде 500-700 мыңнан ақша алу керек. Вот мәселе қайда жатыр. Сол кезде ғана біз қалада қаңғып жүрген біз қазақ негізінен ауылдан көшіп келген үй жоқ, күйсіз қалада жүр ғой. Соларды біз ауылға қайтарамыз сол кезде. Вот ауылдың. Сосын ауылда сіздер білесіздер, жыл сайын картоп, жаңағы пияз, немесе жаңағы далада қалып қояды. Жиналмайды. Себебі мемлекеттік саясат жоқ. Жаңағы морковь далада қалып қояды. Астықты қоятын жер жоқ. Неге астықты қоятын жер жоқ? Себебі элеваторлардың бәрін жекеге сатып жіберген. Терещенко алған оның бәрі. Терещенконың өзінде 400 мың гектар жер бар. Қайдан алды ол 400 мың гектар? Ол кімнің жері? Ол қазақтың жері емес пе, жолдастар? Кулагинда 70 мың гектар жер бар. Ол кімнің жері? Ол қазақтың жері емес пе? Неге оларға жекеменшікке сатылып кетті ол жер? Көрдіңіз бе? Сол жерлердің бәрін жекеменшікке қайтарып, біз жаңағы завод-фабрикалар, ауылда завод-фабрикалар салып. Мысалға Ақтөбе жақта жүнді қырқып, жердің астында көміп жатыр. Өртеуге болмайды себебі жүнді тапсыратын жер жоқ. Малдың терісін сойып, малдың терісін жердің астында көміп жатыр, себебі ешкім қабылдамайды екен. Жылқының терісін, мына бұқаның терілер, малдың терісін ешкім қабылдамайды. Мен өзім бәрі жердің астында жатыр. Көрдіңіз бе? Қаншама байлығымыз, солардың бәрін. Сондықтан біз ауылдан естуіміз керек. Ауылда жаңа завод, фабрикалар салуымыз керек. Терелейтін фабрика. Мына жақта мақта шыға ма? Мына жақта мақта текстиль фабрикасы, текстильдік кластер. Мына жақта не шығады? Мына жақта астық па? Сол жаққа элеваторлар сарып, мемлекеттің жағынан мемлекеттік жаңағы не жасау керек.
яғни біздер мына Австралия мемлекетін алайық, мына Жаңа Зеландия мемлекетін алайық. Біз мұсылман мемлекетпіз, бірақ Австралия мен Жаңа Зеландия жаңағы ораза құрбан айт болған кезде бірнеше миллион жаңағы малды, жаңағы нені, қойды Меккеге барып өткізеді екен алар. А неге біз өткізе алмаймыз? Бізде 100 миллион гектар шабындық жеріміз бар. А біз неге өткізбейміз соны? Неге? Себебі мына қазіргі басшыларда аграрлық саясат жоқ, жолдастар. Бізде аграрлық саясат болу керек. Келесі мәселе индустриалдық саясат. Мына бір ғана сіздерге мысал келтірейін. Өткенде Тоқаев бәрімізге айтты, біз ана Кармет комбинатты мемлекеттің меншігіне қайтарамыз. Сосын Кармет комбинатты Индустан алды да жаңағы орысқа беріп, Лаврентьевқа беріп жіберді. Қайда? Мемлекеттік саясат қайда? 200 миллиард екен жылына пайдасы. Кармет комбинаттың 200 миллиард адам жеке адамның қалтасына түсіп жатыр. Пайда жеке адамның қалтасына түсіп жатыр. Ол ана үндіс алып, қаншама жыл үндіс алды. Енді қазір енді не етіп жатыр. Сондықтан біздің мақсатымыз не? Ең басты мақсатымыз бүткіл шетелдіктерге сатылып кеткен завод, фабрикалар, Қазақмыс, жаңағы Кармет комбинат, Шынос, Шымкенттегі жаңағы дейса, Құмкөл, жаңағы мұнай газ шығаратын компаниялар, Ақтөбе мұнай газ, Қаражанбас мұнай, шетел Қазгер мұнай, Қытайға, Ресейге сатылып кеткен бүткіл уран жаңағы өндіретін басқа да фабрикалардың бәрін не істейміз біз? Мемлекеттің меншігіне, қазақтың меншігіне біз қайтаруымыз керек. Вот мәселе қайда жатыр? Қазақтың меншігіне қайтаруымыз керек. Және тағы бір мәселе. Қазір бізге айтады,